Сәлем достар, сіздермен BI Академи және мен Тоқтамырас Давлат. Біз өткен сабақта форма жасау, өңдеу және де деректерді тасымалдау туралы айттық. Бүгінгі сабақта біз PHP тіліндегі күн мен уақыт, яғни дата и время және де файлдармен жұмыс жасау туралы айтатын боламыз. Программамызға кіреміз. PHP тіліндегі күн мен уақытқа қолданылатын функция date функциясы. Date функциясы арқылы біз күн, ай, апта, жыл, уақыттарды экранға шығара аламыз. Мысалы, echo date жақша ашамыз және де тырнақшаның ішіне күн, ай, апта, уақыттарды жаза берсек болады. Олар PHP тілінде белгілі бір символдармен белгіленеді. Ол үшін интернетке кіреміз. Googleға PHP date формат десек, шығарып береді. Бізге белгілі бір символдармен белгіленуі шығып тұр. Қасында әртүрлі форматта шығаруға болады. Мысалы, бүгінгі күнді экранға шығару үшін D символын жазамыз. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. 23, яғни дұрыс шығады тұр. Қасына айды да қоссақ болады. Мысалы, айдың толық атын жазатын болсақ, F арқылы жазамыз. Үлкен F. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. 23 маусым, 23 жүйін. Тағы да мысал қарастыратын болсақ, мысалы бүгінгі күнді толық экранға шығару үшін S әрпін жазамыз. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. 23 июн 2022 жыл. Уақытты да шығарып тұр. Яғни 6.26 плюс 3 деп тұр, 9-дан 56 кеткенде. Тағы бір мысал, бүгінгі күнді точка арқылы әріптермен жазатын болсақ, мысалы D.M.O. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. 23.06.2022 жыл. Даже аптаның күнінде шығаруға болады, ол L әрпімен белгіленеді. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. Tuesday, яғни четверг деп тұр. Енді бізде тағы бір функция бар, ол str2time деген. Бұл функция арқылы біз бүгінгі күнге бірнеше күнді қоса аламыз, бірнеше айларды қоса алсақ болады. Мысалы, ішіне плюс 10 day десек. Яғни 10 күнді қосатын болсақ, сақтаймыз, тексеріп көреміз. 3.07.2022 жыл. Sunday, яғни воскресеньеға тура кеп тұр. Дәл сондай айды жылды қоса берсек те болады. Мысалы, плюс 1 months. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. 23.07.2022 жыл. Азайтсақ та болады. Минус 1 months. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. 23.05.2022 жыл. Келесі бізде файлдармен жұмыс жасау. Осы PHP-де код жазу арқылы жаңадан файл ашсақ та болады. Мысалы, айнымалы жазамыз. Файл болсын. Тең. Fopen, яғни файлды ашу. Мысалы, файлдың атын жазамыз. text.txt. Яғни бізге txt форматта файл ашылады, және де қасына тағы бір мән жазылады. Ол writing, reading, мысалы writing жазатын болсам, ішіне мәлімет ендіру. Fwrite. Ішіне айнымалымызды жазамыз. Файл. Үтір. Тырнақшаның ішіне мәлімет ендіреміз. Мысалы hello world. Астына обязательно файлды жабу керек. Ол үшін біз fclose. Және де айнымалымызды жазамыз. Файл. Енді сақтаймыз. Тексеріп көреміз. Бізде ештеңе өзгерген жоқ. Қайтадан программамызға кіреміз. Бізде txt файл созат етілді. Ашып көреміз. Hello world шығып тұр. Енді hello world'ның қасына тағы бір сөз жазатын болсақ, мысалы word болсын. Сақтаймыз. Обновить етеміз. Тексеріп көреміз. Word.
қасына түсті. Енді word сөзін астына түсіру үшін біз HTML-дегідей br тегін емес /n арқылы жазатын боламыз. Енді сақтаймыз, обновить етеміз, тексеріп көреміз. Word сөзі астына түсті. Енді бізде W-дің орнына A-ны жазатын болсақ, сақтаймыз, обновить етеміз. Бірнеше рет обновить еткен сайын мәліметтер көбейе береді. Ашып көреміз. Бізде осылай мәліметтерді көбейте берсек болады. Келесі функция бізде file put content. Яғни бұл функция арқылы кез келген файлға мәліметті енгізе берсек болады. Мысалы, download.txt екінші бізде мысалы example болсын. Сақтаймыз. Яғни бізде download.txt деген файлымыз жоқ. Обновить етеміз. Бізде созат етілді. Ішіне example сөзі бар. Келесі функция бізде file get content. Сразу экранға шығаратын болсақ, echo. Файлымызды жазамыз. Мысалы text.txt. Яғни бұл функция файлда қандай мәлімет бар екенін бізге экранға шығарады. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. Hello world и board сөзі. Келесі функция бізде echo file exist деген бар. Жақшаның ішіне тырнақшамен жазамыз. Мысалы download.txt. Сақтаймыз, енді көреміз не шығаратынын. Бізде 1 деп шықты. Бізде осындай файл болғанда 1 деп шығарады. Егер бұндай файлның аты жоқ болғанда экранға ештеңе шығармайды. Мысалы, download 1 десек, сақтаймыз, тексеріп көреміз. Бізде ештеңе шыққан жоқ, значит, бұндай файл жоқ деген мағына береді. Келесі функция бізде rename файлның атын жазамыз. Мысалы, text.txt. Және де екінші файлның атын жазамыз. Мысалы, кез келген просто hello болсын. Яғни rename функциясы файлдың атын өзгертеді. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. Обновить еттік. Енді бізде text.txt деген файл жоқ, просто hello деген файл тұр. Әзірге бұны комментарийға ала тұрайық. Келесі функция бізде unlink файлның атын жазамыз. Мысалы, download.txt. Яғни unlink функциясы файлды удалить етеді. Сақтаймыз, обновить етеміз, тексеріп көреміз. Бізде download.txt деген файл өшірілді. Сондай тағы да бір файлды удалить ететін болсақ, unlink, мысалы, text.txt. Сақтаймыз, обновить етеміз. Бізде text.txt деген файл өшірілді. Келесі функция бізде echo file. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. Бұл бізге файлымыз қай жерде орналасқанын экранға шығарып берді. Енді дәл сондай echo file perms деген функция бар. Ішіне файлды жазатын болсақ, сақтаймыз, тексеріп көреміз. 33206, яғни осынша адам біздің файлымызды қолдануға мүмкіндігі бар деген мағына береді. Жалпы бүгінге осы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.